Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге мини чеберек жасауды көрсететін боламын. Бізге керегі жылы қайнаған су, оның үстіне жарты шай қасық тұз саламын. 30 мг сұйық май құямыз. Және жарты ас қасық уксус құямын. Уксус 9%-дық менде. Жақсылап тұзын араластырып алғаннан кейін електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде ұнды електен өткен ұн. Осы ұнның үстіне тұзы еріген суымызды құйып, қасықпен араластырып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Кішкене қоюланғаннан кейін қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр шығады. Қамырдың құрамында сұйық май болғандықтан қолға жабыспай, осылай жұмсақ қамыр шығады. Қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз. 5-10 минутқа салмасын дайындағанша. Салмасына жұмыртқа мен жусай қосатын боламыз. Жұмыртқаны тұз салып, кішкене араластырып алып, табамызға май құйып, кішкене қуырып аламыз. Жусайды жуып, тазалап кептіріп, ұсақтап турап дайындап қоюымыз керек. Қуырған жұмыртқамызды жусайдың үстіне салып, осылай ыстық күйінде салып, дәміне қарай тұз салып, араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды, тынып тұрған қамырды жіңішкелеп созып аламын. Менде чеберектердің көлемі кішкентай болады, сондықтан ұсақтап кесіп аламын. Ұсақтап кесілген қамырларымызды күлшелеп қоямыз. Және шетінен алып отырып, енді қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымызды жұқалап жайып алғаннан кейін ортасына салмасын салып, екі бетін жабыстыратын боламыз. Және әдемілік үшін шанышқымен әрлеп шығамыз. Барлық чеберектерімізді жасап болдық. Енді қызып тұрған табамызға май құйып, екі бетін алмастыра отырып, қызартып пісіріп аламыз. Өте оңай әрі тез жасалатын чеберектеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, және жасаған болсаңыздар, комментарийға пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз. Менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.